Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен сүзбенің рецептімен бөліспекпін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздерге бірден жаңа видеом ашылатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен осындай айран қолданамын, проценті 2,5. Қазанымызға 2 литр құятын боламын. Айранымыздың барлығын құйып болған соң, астын баяу отта қойып, сол баяу отта пісіретін боламыз. Мынау бізде біраз уақыт тұрғаны, уже беті осындай әппақ бола бастады, көпіріп. Арада 1,5 сағат өтті, осындай болды беті. Енді мына толықтай піскен кезі, сары суы шықты, міне сүзбеміз дайын болды. Енді осы сүзбемізді сүзіп алуымыз керек. Өте дәмді болып шығады. Қазір осындай ситаға сүзетін боламыз. Астына шұңқыр ыдыс қойып, ситамызға салып аламыз. Сонда сары судың барлығы астына ағып, бетінде сүзбей қалатын болады. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Видео ұнаған болса, лайктарыңызды баса отырыңыздар, комментарияларыңызды жаза отырыңыздар. Барлығын осылай сүзіп бастаймыз. Мен марлы дайындап қойдым шұңқырлау ыдысқа. Осы сүзбемізді осыған салып отырамыз. Енді қалғанын қазандағыны сүзіп аламыз. Аздау болып қалды. Осы барлығын сүзіп, сит арқылы болдым. Мына бізде бар сүзбеміз осындай болып шықты. Енді осы марлымызды жан-жағын айналдырып, бекітіп, іліп қоямыз. Сонда сары суы ағып, сүзбеміздің сары суы ағып, солай дайын болатын болады. Осындай. Менде бірнеше уақыт тұрды, сары суы ақты. Енді қазір сіздерге ашып көрсететін боламын. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге бірден жаңа видеом ашылатын болады. Қоңыраушаны басып, белгілеп, все деп таңдап қойсаңыздар болғаны. Міне біздің творогымыз, мен салмағын өлшедім. Салмағы 320 грамм шықты менде 2 литр айраннан.